Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз теңсіздік деген тақырыпқа есептер шығаратын боламыз. Енді бастайық. Мына бізде бірінші есеп. X көйтілген x минус 1 дің квадраты үлкен 0-ден. Енді соны шешейік. Жалпы бізде теңсіздіктің шығару екі жолы бар. Енді осы есепте бірінші жолын көрсетейін, ал екінші есепте осы x квадрат плюс 10x кіші неместен 7x, сода екінші тәсілді көрсетейін. Енді бірінші тәсілден бастайық. Бізде жалпы бірінші тәсілі қандай? Мынау жерде үлкен 0-ден деп тұр. Ал бізде 10 сан қашан шығады? Егер минус қандай да бір сан көйтіледі, мынау минус сан көйтеміз минус санға. Сонда бізде плюс сан шығады. Немесе біз плюс санды көйтсек плюс санға, онда да бізде 10 сан шығады. Онда біз осы жерде осындай жағдайларды қарастырамыз. Егер x үлкен 0-ден болса, және де x минус 1-дің квадраты үлкен 0-ден болса, және олардың қиылысуын аламыз. Немесе x кіші 0, және де x минус 1-дің квадраты кіші 0 болса. Сонда қиылысуын алып, ең соңында бірігуін аламыз. Жалпы бірінші жағдайды шешіп көрейік. X үлкен 0-ден қала береді солай. X минус 1-дің квадраты үлкен 0-ден. Жалпы бізде x минус 1-дің квадраты квадрат сан, ол әр қашан 0-де болады. Мысалы, қандай да бір a квадрат, ол әр қашан 0-де болады. Себебі минус 3-дің квадраты, ол минус 3 көйтілген минус 3. Сонда мынау минус пен минус плюс болып кетеді, жауабында 9 болады. То есть плюс сан. Енді соны ескере отырып, және де осы a квадрат үлкен 0 деген ережені ескере отырып, біз осыны шеше аламыз. Бізде x минус 1-дің квадраты үлкен 0-ден қашан бола алады? Практически любой санда. Тек бізде осы жерде x-тен емес 1 болады. Соның басты себебі бұл x-тен 1 болса, 1 минус 1-дің квадраты үлкен 0. Сонда бізде мынау 0, 0-дің квадраты 0, 0 үлкен 0-ден. Осы жерде теңдік белгісі тұрған жоқ. Қатаң түрінде үлкен деп тұр. Сол себептен біз осы жерде тек 1-ді ескереміз. То есть x-тің мәні 1-ге тең бола алмайды. Егер бізде x-тің мәні 1-ге тең болмаса, онда бізде x кез келген сан тек 1-ден басқа болады. X, значит, минус шексіздіктен 1-ге шейін, значит, 1-ден плюс шексіздікке шейін барады. Енді соның қиылысуын аламыз. Содан кейін осы жерде круглый жақша, то есть біз 1-ді санамаймыз. Енді екінші жағдайды қарастырайық. X кіші 0 солай қала береді. Ал x минус 1-дің квадраты кіші 0. А бізде санның квадраты қандай да бір сан, ол әрқашан үлкен немесе тең 0-ге болады. Мысалы, осы жерде a-ның квадраты 0-ге тең болса, онда 0 тең 0, бұл рас. Ал егер осы жерде қандай да бір минус 2-ның квадраты кіші 0-ден болса, онда мынау минус 2-ның квадраты ол 4 қой, ал 4 0-ден кіші бола алмайды. Значит, бізде, осы ережеге сәйкес, бізде санның квадраты ол кіші 0-ден бола алмайды. Сол себептен бізде x тиісті жауабы жоқ осы жерде, бос жиын болады. Және де олардың қиылысын аламыз и бірігуін. Енді осы жерде қиылысын табайық. Қиылысын табу үшін жалпы осылай да шығаруға болады, мынау не? X тиісті 0-ден плюс шексіздікке шейін, жалпы осылай қиылысын таба салуға болады. Значит, x тиісті 1-ден плюс шексіздікке шейін. Бірақ басқа жолмен де. То есть көзге оңайырақ тәсілмен шығаруға болады. Осындай түзу сызамыз. Содан кейін осы жерден 0-ді белгілейміз. Открытый нүкте. Содан кейін 1-ді белгілейік. Содан кейін 1-ден плюс шексіздікке қарай, то есть осылай барады. И 0-ден тоже плюс шексіздікке қарай. То есть осылай тоже барады. Значит, бізде олардың қиылысу осы жерден ана жерге шейін, то есть плюс шексіздік.
Значит, біз осылай шығара аламыз тоже. Осы жерде бізде именно бос нүкте болу керек. Себебі осы жерде бір бола алмайды. Себебі ол берілгеніне қайшы болып кетеді. И 0 тоже бола алмайды. Себебі x үлкен 0-ден деп тұр. Значит, олардың қиылысы осы жерден басталып, плюс x-ге шейін жүреді. И соны осы жерге жаздым. Енді x кіші 0 және x тиісті жауабы жоқ. Енді біз оны осылай сызайық. Біз 0-ді белгілейік. X кіші 0-ден, значит, анау жаққа барады. Енді x тиісті жауабы жоқ. То есть, жоқ осы жерде. Жалпы x-тің мәні ешқандай. Значит, қиылысында тоже самай болады. X тиісті жауабы жоқ. Себебі олардың қиылысуы жоқ. Енді бірігуін табайық. А вот бірігуде уже барлығы бірігеді. То есть, можно сказать, қосылады даже. Мысалы, осы жерде осындай жағдай қарастырайық. Егер осы жерде x тиісті 1-ден плюс x-ке болса, содан кейін x минус шексіздіктен плюс шексіздікке шейін болса, осындай екі жағдай. И содан кейін оларда бірігу болса, онда бізде x минус шексіздіктен плюс шексіздікке шейін болады. То есть бірігуін аламыз. Жалпы қосамыз. Значит, бізде осы жерде x тиісті 1-ден плюс шексіздікке шейін болады. Енді екінші есепті қарастырып көрейік. X квадрат плюс 10x кіші немесе тең 7x. Осыны уже басқа әдіспен шығарайық. Жалпы сначала давайте бір жаққа барлығын жылжытайық. Сонда біз осы плюс сан минус сан болып барады. Значит, x квадрат плюс 3x кіші 0-ден. Енді осы жерде x-ті жақшаның сыртынан шығарайық. x плюс 3 кіші немесе 0. Мына теңестірсек, егер осы жерде тең таңбасы болса, онда x-тен 0 бізде болады, x-тен минус 3. Сонда біз енді екінші жағдаймен шығарайық. Осындай түзу сызайық. Осындай түзу болсын дейік. Содан кейін осы жерде минус 3-ті белгілейік, осы жерде боялған түрінде. И содан кейін 0-ді белгілейік. Енді біз осы жерде аралықтарда жазайық. То есть, мынау x өсі болса да, допустим. Или қалай түсіндірсем болады. Мынау жерде, мысалы, қандайда бір 5 деген санды алайық. Енді сол 5 санды осы жерге қояйық. 5-тің квадраты 25, плюс 3 көбейтілген 5, 15. Кіші немесіден 0. Значит, бізде 40 кіші немесіден 0. Ол бізге сәйкес келмейді. Значит, егер бізде осы жақта аралық сандар болса, любой сан болса, ол бізде плюс санды береді. А егер осы аралықты болса, енді осы жерде минус 1-ді қарастырып көрейік. Минус 3 пен 0 деген аралықтың. Минус 1 кіреді ғой соған. Енді минус 1-дің квадраты, ол минус 1-дің квадраты, ол плюс 1. Содан кейін минус 1 көбейтілген 3, ол минус 3. Кіші немесе 0. Енді осы жерде шарт қанағаттандырады. То есть минус 2, ол кіші немеседен 0-ден. Енді, значит, осы жерде минус сандар болады. Қандай санды алсақ та, олар қашан минус болады. Енді осы жердегі сандарды алайық. Минус 3-тен анау жақтағы. Мысалы, қандайда бір минус 5 деген санды алайық. Ол сол аралыққа жатады. Минус 5-тің квадраты ол не? 25 ба? 3 көбейтілген минус 5. Ол минус 15. Кіші неместен 0. Значит, 10 кіші неместен 0. Ол бізде бола алмайды. Значит, бізде осы аралық ол плюс сан болады. Ал бізге қандай аралық керек? Минус сан. Себебі бізде кіші неместен 0-ден. Значит, бізде осы жердегі аралық ол x тиісті минус 3-тен, то есть 0-ге шейін. И квадратный осындай жақша. Себебі біз минус 3-ті тоже санаймыз. Енді басқа бір есепті қарастырып көрейік. Осындай есепті. Осы жерде не істейміз енді? Осы жерде ең біріншіден осы минус x квадраттан құтылайық. Жалпы теңсіздікті минус 1-ге көбейтейік. Или осылай
көп жағдайда жасауға болады, бірақ кейбір жағдайларда теріс санға көбейтуге болмайды. Сол үшін біз соған жоламай, біз просто осыны минус х квадратқа мынау жаққа, мынау жаққа, мынау жаққа. Сонда бізде мынау жерде 0 қалады. Үлкен еместен х квадрат минус 8х плюс 16. Енді осы жерде біз 0-ге теңестіріп жіберейік. Сонда бізде осындай бір квадратный уравнение шығады. Осындай. Енді осыны дискриминантпен немесе ветпен шығаруға болады. Біз дискриминантпен шығарып тастайықшы. 64 минус 64 ол 0-ден. Значит, бізде тек бір ғана корень болады. 8 плюс минус 0 бөлінген 2. Значит, бізде x1 тен 4. x1 тен 4 болса, енді біз түзу сызықты сызайық. Опять же, осы жерде 4 деген нүктені белгілейік. Енді біз осы жерде логично ойланайық. Любой оқушы осылай жасайтын еді. То есть x1 2 тен 4 деген солай жазатын еді. Бірақ мынау x квадрат минус 8х плюс 16 ол жалпы бізге қысқаша көбейту формуласын береді ғой, а именно квадраттың формуласы. То есть осы жердегі бізде x квадрат минус 8х плюс 16 ол бізде x минус 4-тің квадратын береді. Енді бізде x минус 4-тің квадраты ол кіші немесе тең 0. Ал мен жоғарыда айтып кеткендей, санның квадраты ол әрқашан 0-де үлкен немесе тең. Значит, осы жердегі x минус 4-тің квадраты кіші немесе тең 0, ол кіші бола алмайды. Егер x минус 4-тің квадраты кіші 0-ден болса, сондай теңдіксіздік бола алмайды. То есть x тиісті бос жиын. А егер бізде теңдік белгі тұрса осы жерде, онда біз, егер осы жерде, сонда біз 0-ге теңестіреміз. Значит, x минус 4-тің квадраты тең 0-ге. Енді соны теңестіріп жіберсек, шығарсақ, x минус 4 тең 0. Сонда бізде x-тен 4 шығады. Енді осы жерге 4-ті салып қояйық x-тің орнына. 4 минус 4-тің квадраты кіші немесе тең 0. 0-ден квадраты кіші немесе тең 0. 0 кіші немесе тең 0. Значит, бізде сонда осындай шығады, егер тексерсек. А бізде 0 тең 0. Значит, ол шартқа қанағаттандырады. Сонда бізде жалғыз ғана шешім болады. Ол x-тен 4 деген. Больше шешім бола алмайды бізде. Енді менде осындай бір тағы есеп болған еді, бірақ соған уақыт жетпейтін сияқты. Бірақ осы жерде идеясын берейін. Мынау 2х квадрат минус 5х минус 3, оны да тең 0 деп алайық. Содан кейін дискриминантпен шығарып тастайық. Ну, допустим, да, дискриминант. 25, 3 көбейту 4, 12, 12 көбейту 2, 24. 24, 49. Значит, осы жерде x1 2 тең 5 плюс минус 7 бөлінген 4. Осы жерде тез түбірлерін табайық. x1 тең 3, x2 тең неше? Минус 0,5. Енді осындай түзу сызық сызайық. Опять осы жерде уже минус 0,5-да осындай боялған нүктемен, үсті тоже боялған нүктемен белгілейік. Енді осы жерде x квадрат ол қандай бізде? Плюс сан болып тұр ғой, то есть оның алдында плюс сан болып тұр. Плюс 2. Значит, бізде плюс, минус, плюс болады. Ну, даже бұл логично ғой. Сол себептен бізде x-ің мәні қандай болады? Бізге не? Осындай аралық керек. Кіші немесе тең 0. Значит, x тиісті минус 0,5-нан 3-ке шейін. Осындай ғана мән қабылдайды. Содан кейін осыны есептеп ұстайық. Оны тоже сәйкесінше солай ұрып, содан кейін бізде x тиісті бір бәле болып, бұл жақшыларда, допустим, что-то там. Содан кейін қиылысын алайық. Ал біз қиылысын қалай табамыз? Көзге ыңғайлы көріну үшін біз осы жерде минус 0,5-ды белгілейік, осы жерде 3-ті белгілейік. Енді олардың аралықтарын осылай сызайық. Мынау жерде тоже қандай да бір аралық будет, допустим, осылай. Содан кейін осылай. Содан кейін опа, қиылысын табамыз да, x тиісті жазамыз.
бәршақтарыңызға рахмет, сау болыңыз.